көргенде көпшілігіміз ертеңгі күні сол түстің мағынасын табуға тырысамыз. Бала күнімізде әжеміздің қасында отырып, оның айтып берген түс жорамалдарын тыңдаушы едік. Әжеміз үшін әрбір түс өмірдің жасырын хабарламасындай. Қойды түсінде көру көптеген адамдар үшін көптен бері зерттеу нысаны болып келеді. Бұл түсінік қазақ халқы үшін де жақын. Себебі қой біздің мәдениетіміздің ажырамас бөлігі. Қазақ халқында әрбір түстің өзіндік мәні бар. Жылан көрсең, дұшпаның бар. Су ағып жатса, уайымың легін білдіреді. Ал қойды түсінде көру жақсылықтың нышаны деп есептеледі. Ол молшылық, қонақжайлылық пен тыныштықтың символы болып саналады. Түсінде қойды көру кейбіреулер үшін отбасындағы бақытты немесе материалдық игіліктерді көрсетсе, енді біреулер үшін жақында болатын қуанышты жаңалықтарды білдіруі мүмкін. Психологтардың пікірі бойынша, қойды түсіңізде табу ішкі тыныштық пен жайлылыққа деген ұмтылысыңыздың белгісі болуы мүмкін. Бұл түс сіздің өміріңіздегі бір қалыптылыққа немесе өзін-өзі қабылдау кезеңіндегі қажеттілікті көрсетеді. Мүмкін сіз ішкі жан дүниеңізде кездейсоқ уайымдармен немесе шешуге мұқтаж мәселелермен бетпе-бет келесіз бе? Осы ретте ойланып көріңіз, сіздің өміріңізде шынымен не маңызды және қандай эмоционалдық қажеттіліктеріңіз бар? Қойды көргенде оның мифологиядағы мән-мағынасы туралы ойланып көріңіз. Түркі халықтарының мифтерінде қой бейбітшілік пен жомарттықтың нышаны. Бұл образ әлем мифологиясында да кеңінен танылған. Жалпы қойды түсіңізде көру адамзат санасында қауіпсіздік пен тыныштықты білдіреді. Яғни ол жинақталмаған эмоциялардың немесе жоғарғы рухани мақсаттардың белгісі болуы мүмкін. Исламда түс көру Алладан келген белгі ретінде қарастырылады. Құранда немесе хадис мәтіндерінде бұл туралы нақты айтылмаса да, мұсылмандық дәстүрде қойды көру оң өзгерістер мен игілікке арналған деп саналады. Ислам ғұламаларының пікірінше, түсінде қой көру жақсылықтың белгісі, әрі жомарттық пен көбеюдің символы болуы мүмкін. Әрине, бұл интерпретация әр жеке адамның өмірлік тәжірибесіне байланысты өзгеруі ықтимал. Әр адамның түсі өзінің өмірімен, эмоциялық күймен тығыз байланысты. Сондықтан түсіңізде көрген қойдың мағынасын дұрыс түсіну үшін өзіңіздің өмірлік жағдайыңызды және ішкі сезімдеріңізді алдын ала бағалауыңыз қажет. Түс көрген кезде арман толқыныстар мен қажеттіліктеріңізді түсіну үшін түс күнделігін жүргізу тиімді болады. Қойды түсінде көру әртүрлі мағыналарға ие бай символ. Дәстүрлі халық жорамалдары, психологиялық түсіндірмелер, мифологиялық мәндер мен исламдық көзқарас арқылы біз бұл түсті әр қырынан түсіне аламыз. Бұлардың барлығы біздің өмірімізбен тікелей байланысты. Сондықтан келесі жолы қой түсіңізге енгенде, ол сізге қандай хабарламалар әкелгенін ойланыңыз. Түстің мағынасына мән беру өзіңізді жақсырақ түсіну үшін ішкі тыныштыққа жетелейтін жол. Бүгінгі берген ақпаратым осымен аяқталды. Видео ұнаған болса лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісіп, каналға жазылып өтуді ұмытпаңыздар. Жаңадан жүктелген видеоларды жіберіп алмас үшін жоғарыда тұрған қоңырашаны басып қойсаңыз, жаңадан жүктелген видеоларды алғашқылардың бірі болып көретін боласыз. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Түс Жору каналы.